Сәлем баршаңызға, бүгін ұйғыр самсасын жасаймыз. 500 грамм ұнға бір кішкене қасық тұз саламыз, және бір ас қасық қопсытқыш саламыз, және 100 грамм сары май салып, жақсылап илейміз, және де 3 ас қасық қаймақ саламыз. Жарты стакан жылы сумен осылайша илеп шығамыз. Қамырымыз кішкене жабысқақ болып шығады, және өте сондай майысқақ болып шығады екен. Достар, каналды және рецепті жоғалту алмас үшін подписаться кнопкасын басамыз. Және поделиться кнопкасы арқылы WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Осы жерде фарш бізде 800 грамм, және бір жуаны жіңішке етіп кубиктап турап шықтым. Фаршпен қосып араластырып, тұз салуды ұмытпаймыз, және қара бұрыш саламыз. Менде кішкене қасық қара бұрыш. Осылайша барлығын салып, араластырып шығамыз. Егер фаршыңыз 500 грамм болып, кішкене аз болып қалып жатса, тағы да бір жуа қоссаңыз болады. Яғни 2 жуаны 500 грамм фаршқа қосып, турап, бірнеше самса шығаруға болады. Осы уақыт аралығында 15 минуттай қамырымыз пакеттің ішінде тоңдырылып тұрды. Осылайша 17 бөлікке бөлінді. Онды себелеп отырып, дайын болған бөліктерді домалақ пішінге келтіріп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Самсаны қалауларыңызға қарай кішірек етіп жасасаңыздар болады. Менде ірі болып шықты, және мен солай жақсы көрем. Енді өзіңіздің қалауыңызға қарай 2 бөлікке бөліп, одан да кіші қырып жасасаңыз болады. Қарапайым пельмен сияқты бір-біріне жабыстырамыз. Одан кейін осылай шеттерін, біріккен шеттерін осылай ширату арқылы әдемі форма жасаймыз. Ұйғыр самсасының қамыры песочный болып шықты менде. Және кунжут алуды ұмытпаңыз. Кунжутпен ең соңында әрлейміз. Және де ішіндегі тұздығына картошка қоссаңыз болады. Рецепттер өте көп. Картошканы қоспай, мен сияқты фаршпен және жуамен жасай салсаңыздар болады. Немесе 2-3 картошканы майдалап, кубиктап турап салсаңыз да болады. Дайын болған самсаның үстін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз, сонда әдемі түске енеді. 4 немесе 6 жұмыртқаның сарысын алып, тек қана өзін жағып шықсаңыз болады. Одан кейін үстіне кішкене кунжут сепсеңіз, өте әдемі болып шығады, және қызғыш болып, духовкада 250 градуспен 30 минутта пісіп шығады. Осылайша менде ұйғыр самсасы өте жұмсақ болып шықты, және өте дәмді болды. Енді магазиннен тіптен қалыспайды. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Смағұлова Еңлік.